Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. 6 бөлім салт дәстүр. Сабақтың тақырыбы әжемнің айраны тәтті. Бүгінгі сабақта сендер не үйренесіңдер? Оқыған, тыңдаған сөз тіркестерін, мәтінді түсіну. Сөйлем ішінде жіктік жалғауын дұрыс қолдану. Понимать прочитанные, прослушанные словосочетания и текст. Правильно использовать личные окончания в предложениях. Жаңа сөздер. Тәмді айран, вкусный кефир, сүт, молоко, құрт, курт, бауырсақ, бауырсақ, қымыз, кумыс, ірімшік, сыр, творог, ас болсын. Приятного аппетита. Ішу, пить, жеу, есть. Балалар, жаңа сөздерді менімен бірге қайталаңдар. Дәмді айран, сүт, құрт, бауырсақ, қымыз, ірімшік, ас болсын. Ішу, жеу. Жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріне жазып жаттап алыңдар. Есте сақта, запомни. Келер шақтың жұрнағы қысқайы, жіктік жалғауы мен, сен, сіз, ді. Не ішесің? Что будешь пить? Мен айран ішемін. Бұл жерде ішу деген сөзге келер шақтың жұрнағымен жіктік жалғауы жалғанып тұр. Сен айран ішесің. Сыпайы түрі. Сіз айран ішесіз. Ол айран ішеді. Ребята, обратите внимание, в данном случае прибавляются суффиксы будущего времени и личные окончания к слову «ішу» – «пить». И последняя буква «у» спадает. Не жейсің, что будешь кушать? Мен құрт жеймін. Сен құрт жейсің. Сіз құрт жейсіз. Ол құрт жейді. А теперь, ребята, внизу данные тренажеры вы должны поупражняться. Тыңдалым. Әлібек, құлыным, айран ішесің бе? Әлібек, жеребеночек мой, будешь пить кефир? Я, әже, ішемін. Да, бабушка, буду пить. Мне, құлыным, вот мой жеребеночек. В казахском языке бабушки ласкательно называют своих внуков құлыным. Айран өте дәмді, рахмет. Кефир очень вкусный, спасибо. Ас болсын, құлыным. Приятного аппетита, жеребеночек мой. А теперь по этому диалогу вы должны ответить на вопросы. Әлібек не ішеді? Әлібекке айранды кім берді? Айран қандай? Келесі тапсырма сәйкестендір. Бұл жерде жіктік жалғауын есімізге түсіруіміз керек. В данном упражнении вы должны вспомнить личные окончания. Мен айран ішемін. Сен айран ішесің. Сіз айран ішесіз. Ол айран ішеді. Айтылым. Сөйлемдерді сүт тағамдары атауларымен толықтырып айт. Дополните предложения молочными продуктами. Ребята, вспомним, в каком случае употребляется слово «ішу» – пить и «жеу». Если это жидкость, да, то мы употребляем слово «ішу».
А если это твердая пища, то мы употребляем слово жеу. Например, қаймақ ішемін, это будет неправильно. Мен қаймақ жеймін будет. Это задание выполняем устно. Келесі тапсырма. Екінші тапсырма 57-ші бет. Әр қатардағы артық сөзді тап, себебін айт. Найдите лишнее слово в каждом ряду и объясните причину. Мысалы, айран, сүт, алма бағы. Артық сөз алма бағы. Себебі ол сүт тағамы емес. Вот таким образом выполняете это задание. Отправляем голосовым сообщением. Жазылым. Үшінші тапсырма 57-ші бет. Суреттерге қарап сөйлемдерді аяқтап жаз. Посмотрите на картинки, закончите приложение. Первая картинка это айран. Да? Значит, как будет? Мен айран ішемін. Вторая картинка это творог, да? Или сыр. В данном случае это сыр. И третья картинка это бауырсақ. Значит, это задание выполняем письменно. Бүгінгі сабақтың рефлексиясы. Сен бүгінгі сабақта не білдің? Мысалы, мен бүгін сабақта сүт тағамдары туралы білдім. Маған бүгінгі сабақта не оңай болды, не қиын болды. Маған бүгінгі сабақта жазбаша тапсырма қиын болды. Немесе ауызша тапсырма оңай болды деп маған аудио сообщениемен жібересіңдер. Отправляем аудиосообщением рефлексию. Что вы узнали сегодня на уроке и что вам было трудно или легко. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.